Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 23-ші сабақ буын тақырыбымен танысатын боламыз. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа, өлеңді тыңда. Отаным, қар жапқан шыңдарын, тәкаппар таулары, күн сүйіп құмжалын, жайқалған баулары, аялап таң нұры, төгеді шапағын, осының барлығы туған жер отаным. Өлеңнің авторы Абдырахман Асылбек. Балалар, сандықшадағы сөзге назар аударайықшы. Шапақ дегеніміз не? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Шапақ күн сәулесінің шашып тұрған нұрын біз шапақ деп айтамыз. Өлеңнің соңғы екі жолын көшіріп жаз деді. Қане балалар, өлеңнің соңғы екі жолына қарайықшы. Осының барлығы туған жер отаным, яғни сол сөзді дәптерге көшіріп жазамыз. Өлеңде не туралы айтылған балалар? Қарайықшы мәтінге. Балалар, өлеңде не туралы айтылған екен? Біздің туған жеріміз, отанымыз туралы айтылған екен. Аялап таң нұры, төгеді шапағын деп, қар жапқан шыңдары, тәкаппар таулары, күн сүйіп құмжалын, жайқалған баулары бар біздің көркем туған жеріміз туралы айтылған екен. Жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сызбадағы буындардан жұмбақ құрап жаз дейді. Шешуін тап. Көк жүзінде көп жолақ. Балалар, ол не? Ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар, жаңбыр жауғаннан кейін аспанда бізде түрлі түсті жолақтар көрінеді, Ол кемпір қосақ деп айтылады. Жарайсыңдар балалар. Ендеше, үшінші жаттығуға назар аударайық. Алатау сөзіндегі әріптерден бірнеше сөз жасап айт дейді. Қане балалар? Ала, дұрыс, бірінші сөз ала, екінші ау, сосын тау деген сөздер шығара алады екенбіз. Және балалар, ата сөзінде шығарсақ болады. Өздерің тағы да ойланып, тағы да сөздер құрастырыңдар. Менің каналым ұнап жатса, комментарий басып тіркелуді ұмытпаңдар.